Жалғастырамыз. Бүгін Алматы облысы орталығының Талдықорған қаласына көшілгеніне 20 жыл. 2001 жылы дәл осы күні облыс әкімінің аппараты және басқа да құрылымдар Алматыдан Талдықорғанға ауысты. Бүгінде Жетісудың бас қаласында бірнеше шағын аудан, жаңа ғимараттар бой көтеріп, шаһар экономикалық әлеуметтік жағынан көш ілгері дамып келе жатқан қалалар қатарына қосылды. 2001 жылы Талдықорған тұрғындарының саны 90 мың төңірегінде болатын. 20 жылда 200 мыңға жуықтады. Облыс орталығында жыл сайын көп қабатты үйлер бой көтеріп, жүздеген отбасы баспаналы болуда. Қала күніне орай шаңырақ бағдарламасымен тағы 55 пәтердің кілті табысталды. Бұрын балалар көшіп қонып, әр жерде пәтер жалдап еңбек етті. Енді сол еңбегін бағалап міне өкімет үй беріп отыр. Енді қысылмайды, қымтылмайды, келген қонағын күтіп алады. Қала күнінде Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы Талдықорғанға 55 қоғамдық көлік сатып алынды. Бұл автобустардың басты ерекшеліктері. Көгілдір отынмен жүреді, мүмкіндігі шектеулі жандарға да ыңғайлы. Жетісудың бас қаласының даму жоспары да ауқымды. Қалада тағы бірнеше ықшам аудан бой көтермек. Әлеуметтік нысандар салынады. Қомақты инвестиция тартылады. Облыс орталығының туристік әлеуеті де зор болмақ. Міне Талдықорған келіп тұрсыз. Мына жақта Балқашымыз бар, ана жақта Алакөліміз бар. Мына жақта Алатаударымыз бар, Күлсай деген көліміз бар. Мына жерде тұрып, әр жерге, жаңағы айтқан жерге 2 сағат, 2,5 сағатта баруға болады. Облыс орталығының әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосқан бірқатар азаматтар Талдықорған қаласының құрметті азаматы атанды. Олардың қатарында журналист те, дәрігер де, құрылысшы мен өнерпаз да бар. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.